Күй құдіреті Қазету ғылыми білім кешенінде өткізілген облыстық тарихи танымдық шара осылай аталды. Қазақстанның халық әртісі күйші композитор Тұяқберді Шамеловты еске алуға арналған кеш рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Жас ұрпақтың рухын асқақтатуға бағытталған шараға елімізге танымал хас өнердің иелері қатысып, күйдің құдіретін әңгімелеріне арқау етті. Күй өнерінің иесі Тұяқберді Шамелов Бөкей Ордасына қарасты Саралжын ауылында дүние есігін ашқан. Өнердің қара шаңырағы атанған Құрманғазы атындағы оркестрдің құрамында 40 жылдан астам қызмет етіп, жас домбырашыдан бас домбырашыға дейін көтерілді. Көркемді жетекші атанған айтулы тұлға болды. Менің осы Ақжайық жерінде жүруіме ең бірінші себепкер болған осы Тұяқ ағамыз. Құрманғазы оркестрінде жүргенде осы Оралда Дәулеткерей оркестрінің ашылуына байланысты мені осы Оралға келуіме себепкер болды. Және де біз өте рухани шығармашылық жақсы байланыста, ағалы інілі болып, әріптес ретінде жақсы байланыста болдық. Тау алыстаған сайын биіктей түседі демекші, туған халқы шын сүйген, ұлдың аты өшпек емес. Еңбек ардагері Нұрлан Ізлеуов Тұяқберді Қажігерейұлын жастық кезінен жақсы біледі. Оның өнер жолындағы өсіп өну белестерінің куәсі көрінеді. Тақыр жерде шөп шықпайды дегендей, топырағы көмбірлеп жатқан батыс өңірінен талай қазақтың дүлдүл күйшілері шықты. Енді оны айтып жату көп болар. Соны Құрманғазы Динадан, Дәулеткерейден бастау алған. Еның соңғы легі солардың жаңағы күй өнерін зерттеп, дамытып, өзде күй шығарып, қазақтың күй өнеріне үлкен үлесін қосып келе жатқан азамат еді. Мен оны жақсы білдім, жақсы қарым-қатынаста болдым. Абыздың аты аңызға айналып келеді. Ол тек күйші домбырашы ғана емес, ақындығы мен сазгерлігі бір төбе тұлға. Тұяқберді Шамеловтың Сағыныш сазы, Тырналар, Сағындым ауылымды сынды лирикалық әндері халықтың жадында жазылып қалды. Бұдан өзге басқа да әндері қазақ саз қоржынын толықтырған теңдессіз туындылары екені хақ. Өмірден өтсе де оның өшпес өнері жас ұрпақты парасаттылыққа, туған жерін шын сүюге жетелейтіндігі рас. Тұяқберді Қажігерейұлын ұлықтау біздің перзенттік парызымыз болып есептеледі. Осы жоғарғы оқу орнында студенттерге ұлттық рухани тәрбие беруде көптеген шаралар жүзеге асырылып жатыр. Соның бірі де бірегейі де осы шара болып есептеледі. Тума талантты еске түсіруге арналған кешті өткізуге елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы ұйытқы болған. Халқы сағынған әсем әндерімен қоса, танымал өнерпаздар оның Аттила, Ақжелең, Баллады тағда басқа күйлерін орындап, зал толы қауымды бір серпілтті. Ұлықпан елеу Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.